Привет, достар. Достар, қайырлы күн. Біз бүгін клубника шоколаде жасайтын боламыз. Және де біздің мына клубникаларымыз өте тәтті екен. Жаңа жеп қарадық. Және де оған мынадай әрлеуші нәрселерді алдым. Мынадай сосын әртүрлі красителдер алдым. Оны қалай қолданамыз? Қазір өзімде бірінші рет қолданайын деп тұрмын. Содан кейін мынандай нәрсе бар екен. Оны да қолданып көреміз. Содан кейін бізде мынадай Halibut шоколады дейма, сондайдан екі түрінен алдық. Молочный және шоколадный түрлерін. Қазір енді бізбен бірге болыңыздар. Біздің каналымызға тіркеліп, және де лайк басып отырыңыздар. Маған беретін советтеріңіз болса, комментарияға жазып, және де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Кеттік. Міне, достар, қараңыздар, мен мынадай етіп қолданып жатырмын. Өзіме ыңғайлы болу үшін осындай екі кастрөлді ішіне су құйып, орташа отқа қойдым. Және бұл су не үшін керек? Мен мынадай 4 суға батқанда ерімейтін ыдысымды қолдандым. Және оған адай шоколадымызды қазір салайық. Вау, шоколад. Міне, осындай етіп салып алайын. Содан кейін мына 3 ыдысқа ақ шоколадты қосқым келіп тұр, себебі оларға қазір мен ойым бар, красительді қосам деген ойым бар да, бірақ оның қалай шығатынын білмей тұрмын. Бұйырса, біз сіздермен бірге көретін боламыз. Қалай шығатынын. Бізде Үмітай өте шоколадты жақсы көреді. Привет деп қой. Шоколадымды жеп жүр ғой. Бір-бір деп. Вау, шоколад деп. Міне, бізге мынадай 3 түрлі қылып осыларды бөлдім. Бұл енді қаншалықты дұрыс екенін ондай қатты біліп тұрған жоқпын, бірақ енді бізде үй жағдайында болатын шығар деп тұрмын. Маған беретін советтеріңіз болса, комментарияға жазып өтіңіздер, және подписаться етуді ұмытпаймыз. Біздің міне суымыз қайнап жатыр, мынау енді қайнайды. Біз сол қайнап жатқан суға мынадай етіп отқа қоямыз. Опа, бісмилла дейік. И мына суға тек қараның өзін салып қояйын. Салып кетпейтін шығар деп ойлаймын. Бұл жаймен ерей береді. Мен клубникамды дайындай берем. Және де бізден алыстамаңыздар. Міне, достар, қараңыздар, мына жерде біздің шоколадымыз еріді. Бірақ мен кішкентай көрдім да, тағы үстіне шоколадтан салып араластырамын. Және араластырғанның өзінде де ол жаңағындай мен жерде бір ақ кетіп қалыпты. Араластырғанда да ерейді. Оны қайтадан қайнатудың қажет жоқ деп ойлаймын. Міне, осылай жаймен өзі ерейді. Ой, қазір басқа. Так, міне. Міне, көрдіңіз бе? Еріп жатыр. Үстіне тағы шоколад қосқан едім. Сол ана еріген шоколадтың ысылығымен еріп жатыр. Оны қайтадан қайнатудың қажеті жоқ екен. Осылай жаймен ереді. Содан кейін мен қазір краситель жағынан тамызам, яғни түстері қалай болатынын көреміз. Міне, әдемі ол еріді. Иісі деген күшті аңқып тұр.
иісі деген күшті шығып тұр. Енді мына жерде біздің красительдеріміз бар. Клубникаларымыз. Міне қандай әдемі, дәмі деген тәп-тәтті ғой достар. Клубниканың дәмі күшті екен. Кейбір клубникалар болады ғой, андай кислый, ондай емес. Бұл жолы осы клубникалар тәп-тәтті болды. Енді мен қазір ойлап тұрмын, мына жерде қандай красительді таңдаймыз деп. Мына жасылды, сосын қызылды таңдағым келіп тұр. И сарыны таңдағым келіп тұр. Мынадай алып көреміз, түстері қандай болатынын бірге көрейік. Міне достар, қараңыздар, қазір мына екеуіне краситель жағатын боламыз, тамызатын боламыз. Мына жерде жасыл мен жасылды тамызып көрейін, бісміллә деп. Қандай болады екен түсі. Кішкене ашықтау сияқты, тағы да тамызу керек сияқты. Так, бісміллә дейік. Негізі жасыл деген өзіме ұнайды, маған жасыл түс деген әдемі цвет қой. Вау, цветі күшті, өзгеріп жатыр. Тағы да тамызу керек сияқты, я. Себебі ашықтау жасыл болып тұр. Так. Тағы да тамызайық. Осымен болатын сияқты. Не қараңыздар достар, қандай әдемі болып түсі. Қазір араластырып түсін келтірейік жасыл түске. Сіздер де үйден жасасаңыз болады. Бұл менде үй жағдайында жасап тұрғаным. Міне түсін қараңыздар, тағы да қосу керек сияқты. Бір жағынан қорқып тұрмын, көп қойып жіберем ба деп. Әдемі түс шықты, қараңыздар міне достар. Ұнаса түстері лайк басып кетеміз. Және комментарийға пікірлеріңізді қалдырамыз. Әртүрлі қалай жасау керек, оңай жолдары қандай, красительді қосқанымыз қаншалықты жақсы деген сияқты. Енді мына бізге мына шоколадқа сарыны қосып көреміз. Бісміллә. Бісміллә. Кішкене қосаң қарайық. Себебі бізде жаңа аз болып қалды. Вау, цветін қараңыздар. Әдемі, я. Күшті екен. Сары түс деген. Сары болғанда бұл оранжевый болып тұр ғой. Әдемі болып тұр. Қазір біздің шоколад, клубника шоколадымыз тоже әдемі шығатын сияқты деп ойлап тұрмын. Ой. Так. Міне достар, қараңыздар. Мына менің стаканның түсімен бірдей болып кеткен сияқты, мынадай сары, да? Осындай болып кеткен сияқты. Нечо, қазір шоколадымыз әдемі болып шығады.
Мына краситель маған ұнады. Почему-то қараңыздар. Мынау деген осы краситель ұнады маған. Әдемі шығаратын сияқты түсін. Қараңыздар, міне. Күшті шықты. И жасыл тоже. Әдемі шықты. Жасылымызда. Енді бізде қазір қара и ақ, сосын сары шоколадтарымыз бар. Әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қазір шоколадтарымызды үмітай күте тұр да. Міне достар, бізде мынадай мешокқа кішкентай. Мынау менде кішкентай түрі. Кішкентай түрі осыған дайындап шоколадымызды салып аламыз. Қазір дайындап қоямыз. Аузын қиып. Міне осындай етіп. Пока қимай тұра тұрайын. Себебі шығып кетемін мүмкін екен деп ойланып отырмын. Бірақ енді осылай дайындап қойын. Қиятын кезде қиямыз қазір. Осылай бокалдың ішіне қазір күте тұр, қосап. Бокалдың ішіне ақ, қара көк қойдым. Жасыл қойған сияқты біреуі. Қазір көктем. Орап дайындап қойайын. Бұйырса, қазір шоколадын бастайтын боламыз. Мына жерде бізде жасыл екен. Жасылымызды дайындап қойайық. Біз соған қайша келеміз ба? Жоқ, қайшым бар қасында. Бізде балдар асыға күтіп отыр. Шоколадын қашан жейміз деп. Кішкене күте тұрады, тұстан кейін. Міне достар, мынадай етіп дайындап аламыз. Енді қазір